Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ананас қосылған салаттың рецептісін ұсынамын. Салат дайындау үшін бізге тауықтың қайнаған төс еті қажет. Етті ұзынша етіп турап саламыз. Содан соң қайнаған жұмыртқаны саламыз. Оны да ұзынша етіп тураймыз. Консервленген жүгері және консервленген ананас саламыз. Жаңа піскен, яғни свежий ананас салсаңыздар да болады. Содан соң 2-3 ас қасық майонез салып салатымызды араластырамыз. Бұл салатқа тұз, бұрыш қосудың қажеті жоқ. Ананас өте ерекше дәм береді. Ең соңында ірімшікті үккіштен өткізіп салатымызды безендіреміз. Мінекей біздің салат дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.